Сәлем достар, менде кезекті распаковка. Екінші қызыма куртка, үлкеніме Асикоға осындай туфли бердім наурызға келгенге. Одан кейін осындай электронный таспих заказ бердім. Бәрінің де качествосы жақсы болып келді, өзіме ұнады. Осы электронный таспих 13 штук бірден заказ беріледі екен. Мен 700 теңгеге 13 штугын заказ бердім. Өте жақсы, қолға да ыңғайлы, кәдімгі осы қаладағыдай электронный таспих маған ұнады. Өзіме сумка заказ бердім, қара түсінен. Тойға да көшеге де асып кетуге болады. 2 бауы бар екен. Качествосы да жақсы, өзіме ұнады, көңілімнен шықты. Мен әлі де Пиндоштан заказ беремін. Егер де сіздерге карго керек болса, Шымкент қаласынан арзан және де тез келетін карго бар. Бір аптаның ішінде, немесе 2 аптаның ішінде затыңыз қолыңызда болады. Сосын өзіме мынандай кроссовка заказ бердім. Бұл сабақ уақытында кигенге. Аяққа жеңіл, аяқта бар жоғы білінбейді. Өзіме сабаққа ыңғайлы болғандықтан осындай кроссовка заказ бердім. Мынау асылымның қалпағы, көктемгі киетін қалпақ. Бұны асылымның өзі сайттан көріп, өзі таңдаған болатын. Жұқа басқа жеңіл тұрады екен. Как раз көктемге әдемі. Мен өзім жазуды көп жазатын болғандықтан өзіме осындай блокнот заказ бердім. Сырты жұқа екен. Қасына 2 ручка қосып жіберіпті. 2 қызға бірден осындай қалпақ заказ бердім. Розовый арайкаға сарсын Жанека киеді деп. Материалы өте керемет екен, маған қатты ұнады. Бұларды біз жақта 1500 теңгеден сатады, ал мен екеуін 500 теңгеге заказ бердім. Ал енді футболка, мужской футболка киюіме заказ берген болатын. Материалы өте жақсы болып келді, және де размері де тура келді өзіне. Ал мынау басқа массаж жасайтын массажер. Қызығып бере салған болатынмын. Жақсы екен. Ал мынау өзіме аяқ киім. Бұны да бір сезон киемін деп арзанын бере салдым. Бірақ нормально келді. Аяққа кигенге ыңғайлы. Ал мынау өзімнің күтіп жүрген костюмым. Сондай костюм бердім. Үстіме де әдемі тұрды. Качествосы да өзіме ұнады. Көктемге, күзге кигенге өте жеңіл, әдемі.